естімеген елде көп. Осы уақытқа дейін ұлттық құндылығымыз саналатын айтыстың сан түрін көрген едік. Енді рэп айтыс деген пайда болыпты. Ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, олар бір-бірімен өздерінің жазған туындылары арқылы айтыспақ екен. Олай болса, аталмыш айтыс жайында толығырақ келесі сюжеттен біле аласыздар. Қазақ рэп шежіресінің атасы Шыңғыс Әлкейіп рэп саласындағы тағы бір жаңалығымен бөлісті. Бәрін айтты, бірін айт. Осы уақытқа дейін айтыстың түр-түрін көрген тыңдарман енді рэп айтысты тамашаламақ. Бұл жайында осы саланы дамытуға белсене кірісіп жүрген Шыңғыс рэп айтыстың мақсатын түсіндіре кетті. Мақсаты қазақ тілді рэпті дамыту, жаңа енді қазақ тілді рэперлардың бұндай қолдауы жоқ та. Бұл байқауға тігілетін қаржылай ұтыс та бар екен. Нақтырақ айтсақ 200 мың теңге бас жүлде алған жеңімпазға бұйыратын көрінеді. Біреулер аз дейді, біреулер көп дейді. Енді бұл ғаламторда болып жатқаннан кейін бұл қазақ рэп үшін менің ойымша өте көп. Рэп айтыс сайысы әлеуметтік желі арқылы жүргізіліп жатыр екен. Қазіргі таңда 4-ші раундқа келіп жеткен. Бастапқыда 1000-нан астам үміткер өтініш білдіргенмен, бүгінде 60 рэпер қалған екен. Ал тақырып таңдау жағын Әділ Қазылар алқасы шешетін көрінеді. Тақырып береміз, Әділ Қазылар алқасы мерзім береміз. 1 апта, 2 апта. Сол мерзімде олар сол тақырыпқа ән шығарып тапсыру керек. Бұл доданың талаптары өте қатал екен. Ұлтқа, руға, туған туысқа тіл тигізуге қатаң тыйым салынған. Егер де қарсылас өзінің қарсыласының шығармашылығын боқтайтын болса, онда бізде ешқандай қарсылығымыз жоқ. Егер де қарсыласының шешесін болмаса басқа бауыр қарындастарын боқтайтын болса, әрине батылдан ұшырамыз. Сонымен қатар қарсыластар бір-бірін жеребе арқылы таңдайды екен. Сайыс 8 раундтан тұрады, ал финал 1,5 айдан кейін өз мәресіне жететін көрінеді. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Вместо дамбры страничка ВКонтакте, а поединок 1 на 1 заменил виртуальный баттл. Айтыс в 2015 году претерпел значительные изменения. Автор идеи рэпер Шыңғыс Алкенов уже назвал это революцией в R&B искусстве. От желающих сразиться на рэперском поприще просто отбоя нет. Тысячи человек со всей страны хотят поучаствовать в своеобразном R&B айтысе. От такого потока музыкантов у автора идеи кругом голова. Да, трудно, потому что слушать 1000 треков, это капец сложно. А сейчас уже осталось где-то 60 участников, так что сейчас не так уж сложно. Процедура отбора проста как никогда. Участники батла присылают свои рэп-записи, в которых высмеивают своего соперника. Бывает, музыкальная битва превращается в настоящую ругань. Да что там, целый скандал. Но правило есть правило. Извольте соблюсти. Требуем у участников, чтобы они максимально были политкорректными, не трогали вопросы национальности, род, племя, не знаю, чтобы родных не трогали, не материли. А в остальном в творческом плане допускается, чтобы оскорбляли друг друга. Рэп-баттл 2015 уже близится к концу. Как утверждает Шыңғыс, в основном в айтысе участвуют парни, но лидирует на данный момент девушка с ником Рэп-леди. Кстати, тот, кто одержит победу в поединке, получит приличный денежный приз. 200 000 тенге. Второе место и третье место только диплом даем. Вначале мы думали разделить 200 000 тенге на 3 места. Да? Первое место 100 000 тенге, второе место 70, дальше 30 000. Потом подумали, и лучше только одно место и один чемпион лучше. Организаторы айтыса считают, что этот проект поднимает на новый уровень казахстанский рэп и откроет всему миру новые имена в хип-хопе. Артем Абленко, Ғани Қалуов, новости ревью.